Ұлағатты ұрпақ бұл балаларды өнер мен шығармашылыққа шыңдайтын жаңа жоба. Ұйымдастырушылар бұл бағдарлама арқылы балалар мәдени білімін арттырып, Қазақстанның киелі жерлеріне виртуалды түрде саяхаттайды. Опера және балет, драма өнерінің озық үлгілерін көріп, Қазақстан және шетел кинофильмдер мен мультфильмдерін тамашалап, әсем музыкалық шығармаларды тыңдай алады дейді. Мәдениет және спорт министрлігінің бастамасы бойынша 70-ке жуық жоба күніне өтіп жатыр. Бұл онлайн түрде күніне. Енді осы 70-ке жуық жобаның ішіндегі бір жоба ұлағатты ұрпақ жобасы іске қосылды. Карантин кезінде балалардың спортпен айналысуға, барып мәдениет жаңағы іс-шараларға қатысуына, музыкаға қатысуына уақыты жоқ болып жатқандықтан, үйде отырғандықтан біз әзір осыны онлайн түрде іске қосып жатырмыз. Қазіргі кезде жоба аясында музыкалық өнер, театр өнері, кинематография, бейнелеу өнері және киелі Қазақстан атты 5 бағыт бойынша қазақ және орыс тілінде білім беру бейне дәрістері әзірленді. Ұзақтығы 10-15 минуттан тұратын онлайн форматтағы бұл видеоларды оқушылар мұра сайтынан көре алады. Бұл Қазақстанды да әлемдік деңгейді қамтиды. Өйткені әлемдік деңгейдегі киноларды, мультфильмдерді және музейлерді, сонымен қатар Қазақстанның киелі жерлерін, қасиетті жерлерін аралау осының бәрі қамтылады. Және сонымен қатар балалар бұл жерде бейнелеу өнерін үйрене алады. Сонымен қатар киноға қалай түседі, мультфильм қалай жасалады, өзінің білімдерін ұштай алады. Бейне дәрістерді елімізге танымал адамдар жүргізетінін айта кеткен жөн. Ұлағатты ұрпақ жобасының сайтына кіріп, білімімізді шыңдап, өнерімізді шыңдап, Қазақстан мәдениетін көтеріп жүре берейік. Бізбен бірге өнерлі бол. Айтпақшы, оқушылар жобада дәрістерді тыңдап қана қоймай, сайтқа тіркелгеннен кейін білімін шыңдау үшін қосымша сұрақтарға жауап бере алады. Маржан Нүсіпбек, Дастан Әлішев, Қобыланды Өтеген, арнайы қайырлы таң үшін.